Бәріңізге сәлем достар, сендер менәрінде Инкарент Камила. Достар, бүгінгі видеоның аты менің кішкентай кезімдегі суреттерім деп аталады. Бүгінгі видеода мен сіздерге өзімнің кішкентай кезімде суреттерімді көрсететін боламын, және де өзімнің отбасым жайлы кішкене айтатын боламын. Ал ендеше кетті. Менің отбасымда 5 адам бар: әкем, анам, және де Инкар, сосын мен, сосын Саттар, ініміз. Болды, тек қана 5 адам. Ең бірінші фотом мынадай. Менің шашым кішкентай кезімде қысқалау болды. Себебі менің шашымды анам қайтса берді. Мен кішкентай кезімнен бері шашымды қиғым келген жоқ, бірақ мамам қайтса берді. Осы фото ол Саттар чекпен. Көріп отқандарыңыздай, менің түрім мас адамдар сияқты отыр, тұрғандарыңыздай. Ал Саттар болса өте сүйкімді, қараңыздар. Суретте тағы да мен. Бұл суретте менің түрімді көріп тұрған шығарсыздар. Менің кішкентай кезімде түрім балдарыкіне ұқсайтын болған. Суретте тағы да мен. Түрім осындай болған кішкентай кезімде. Енді келесі суретте тағы да Саттармен түскен фото. Менің кәдімгідей түрім бычыт болып тұр. Ал Саттар өте сүйкімді. Келесі суретте тағы да мен. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл суретім өте күлкілі. Себебі менің көзім мына жерде доп-домғалақ кәдімгідей. Менің кішкентай кезімде көзім доп-домғалақ болған. Қазір де сондай. Достар, бұл видео сіздерге мынадай айтпақшы достар, осындай видеоны Инкар түсіргенін қаласаңыздар, комментарияға жазуды ұмытпаңыздар. Бұл видео сіздерге ұнады деп ойдамын. Егер де ұнаса лайк басыңыздар, және де комментария жазыңыздар, және де біздің каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Камила. Сау болыңыздар.